Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен блогер Айбек. Достар, міне бүгін біздер керемет Қытайдан келген спиннерді ашатын боламыз достар. Бұл спиннер дейма. Бұл барлық баланың арманы. Қазір ашамыз. Бұл негізі ашылып қойған. Міне спиннер. Бұл спиннер Қытайдан келді. Өзім сары түсіне заказ бердім. Десем сен қалмаңыздар. Достар, ойнап айтам, бұл спиннерді шатыспасам, осы ауылдағы дүкеннен 650-700 теңге шамасында алдым. Арзан спиннер, я. Бұлай нормальный спиннер. Осы спиннерді бүгін қазір сіздерге көрсететін болам. Бұл спиннерге көп адамның қолы жетпей жүр. Қол жетпегенде енді ауылдарында жоқ, қалаларында жоқ болып шығады. Барлығы Алиэкспресске заказ беріп әлек. Қазіргі уақытта біздің ауылға негізі бір ай бұрын келді. Бірақ мен оны алғым келмеп еді. Спиннер, бірақ көп адам қоймады. Айбек спиннер жайлы видео түсіршеш, сенен басқаның барлығы түсірді ғой, сен де түсіршеш, анау мынау деп айтты. Мен де түсірейін дедім. Жалпы мен де Қытайға заказ беріп жібердім. Бұйырса ол да келсе, соны ашамыз. Негізі мына спиннер Қытайдан келген жоқ. Бұл дәмбісін мынау пакет Қытайдан келген. Сол дәмбісін пакет мынау. Міне мынау дәл осылай мен сатып алдым. Так, қазір осыған тест барлығын жасайтын боламыз достар. Ендеше до конца көріңіздер. Кеттік. Так, қазір ашамыз бұны. Артында міне Hand Spinner World Class Home деп тұр. Алдында да жазуы жоқ. Дәл осылай үстінде Hand Spinner деп тұрады. Міне дәл осындай жазылып тұрады. Так. Бұлай ашқан кезде өйстіп алынады. Сыртындағы коробкасын бүйтіп жаймен аккуратно лақтырып жібереміз. Тағы да сыртындағысын аккуратно зық еткізіп лақтырып жібереміз. Ішінде өзі спиннер шығады. Достар, мынау өте керемет, қолға әдемі айналып тұр. Өте керемет. Бұлай бұйырса сіздер қалап жатсаңыздар трюктер жасаймыз. Так, енді толықтай обзорға келетін болсақ, бұл міне спиннер. Ішінде қазір көрсетейін. Тырнақта жоқ. Деп ашылады, міне дәл осылай ашылады. Міне ішінде подшипник бар, міне дәл осындай. Ішінде майлар тұр. Осы майларды алып тастасаң, мынау өте жақсы айналады. Ортасына вода сеуіп. Так, қазір ортасындағысын шығарып көрейік. Так, достар, міне жаңағындай ортасында подшипник болады. Міне өз сыртына келетін болсақ, сыртына тоқталсақ, міне мына жерінде өзі негізінде подшипник болу керек, бірақ мынау арзан түрі болғандықтан подшипник болмайды. Мына үш жағында негізі 3 подшипник болу керек, бірақ менікінде жоқ. Бірақ бұлайынша өзі нормальный салмақ береді. Адамға нормальный салмақ беріп тұрып, жақты бүйтіп аккуратно лақтырып жібереміз. Міне айналдырып қарасақ, нормально айналып тұр. Нормальный көрсеткіш. Нормально айналады. Бұлай ортасына вода сеуіп, және де бұлай барлық заттан жөндесем, одан да қатты айналады деп ойлаймыз. Қазір достар, бұған енді тест жасап көреміз. Так, достар, міне секундомерді қостым. Қазір бастаймыз. Ой. Давай, 20 секунд. 25, хоп, болды. Стоп. Өлді, достар, 25 секунд. Бұлай нормальный көрсеткішінің ішіне вода сеуіп, және тағы да басқастар істеп, дұрыстап жөндесек. Бұлай Қытайдан да келеді ғой, бұның барлығында енді Қытай, Америка, сояқтан біздер жаққа қарай тасымалдайды. Сол кезде ішінде прошивка болған ғой. Ішіндегі подшипниктеріне бірдеңе болған. Ато бұлайынша нормальный көрсеткіш көрсетіп тұр. Так, қазір қолымызды айналдырып көрейік, қолымызды. Так, жерде айналдырған 25 секунд, қолымызға қазір көрейік. Достар, қолымызда одан кішкене ұзағырақ айналады екен. 30 секунд. Айнал, давай. 35 секунд. Давай. Достар, міне таза қолда 35 секунд айналады. Бұл деген өте жақсы көрсеткіш деп айта алмаймын, бірақ нормальный көрсеткіш. 600-700 теңге өз бағасына тұрады деп ойлаймын. Нормально. Қолда айналдырып жақсы. Міне осы дәл осындай міне
осындай болып келеді спиннер. Егер де өздеріңіз алам десеңіздер, AliExpress сайтында дәл осындай арзандары бар. 100 тап осындайлар енді бізге дүкендерге үстіне қосып сатады ғой. Жалпы өз бағасы 400 теңге болу керек. AliExpressте 300, одан да арзандары болуы мүмкін. 400 теңге өз бағасы, алам десеңіздер алып алсаңыздар болады. 400 теңге. AliExpressте бағасы сондай, бірақ үстінде тұрған 250 теңгеде тұрған ондай дым жоқ. 300 теңге одан да дым жоқ. Ауылдарыңызда болса осыған алып алсаңыздар болады. Жалпы жақсы көрсеткіш, нормально. Так, достар, міне бүгінгі видеомыз не дәл осындай видео болды. Осы видео міне сіздерге ұнаған болса лайк басып арнаға жазылып отырыңыздар. Бүгін кешке тағы да осындай бір қызықты видео шығарып қалуы мүмкін, сондықтан күтіңіздер. Сол, достар, осы видео сіздерге ұнады деп ойлаймын. Давайте. Балую, малую, малую, самую нежной любовью я балую, жизнью своею я балую. Балую, малую, самую. Достар, видеоның соңында Томиристің арнасына жазылып кетіңіздер. Себебі сіздер бұл жерден керемет влогтар және түрлі қызықты челлендждерді көре аласыңдар. Арнасы қызыққа толы, жазылып қолдап кетіңіздер. Қазақ біздің қыз блогерлеріміздің бірі, сондықтан жазылып қолдап кетіңіздер. Сілтемесі әрине төменде болады.